Ассалаумағалейкум, арман өмет, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Тек саман есен жассыздар ма? Көптен бері видео салмай кеттім. Сол тіршілік күнкөріс қол біраз ұстады. Содан қол босай қалды. Мына әлеуметтік желі дегенде Инстаграм ғой. Мына ел жұрт Америка жайлы видеоның астына Құрама Штаттар жаңағы батыс жайлы жақсы сөздер айтып сондай видео болып жатыр екен. Соның астында пікірге түстім. Ой, бай біздің қаз екен деген. Отырып алып жерден алып жерге салып жатыр. Олар деген ана гомосексуалдарды қолдай, көшеде кетіп бара жатқан еркектер бір-біріне чаба береді екен. Ананы оқысаң күлкің келеді, ақымақтық. Сіздерден сұрайыншы, бізді жек көріп, екінші сорт халыққа теңейтін мына 100%-дан 20%-ға азайтқан кім? Жанымыздағы Ресей ғой. Қазақты отарлап, ашаршылықпен қырған, тілімізді жойып, дінімізді тұншықтырған солар емес. Ал тағы мына Қытай деген осы біздің болып жатқан осы дәл осы уақытта Шыңжаңда 3-5 миллион арасында қазақ бар. Солардың жартысына жуығы, жартысынан көбі мына концлагерьді көріп шыққан шығар. Оған қамалып жатқан біздің қаракөз қарындастарымыз, апа-әпкелеріміз. Олар ғана лағнет Қытайдың әскерлері аузын бармайтын дүниелер жасап жатыр. Сол ішіне кіреді. Ал соның бәрін біліп, біз не үшін ақш пен Еуропаға тінжілеміз? Неге? Айтыңыздар. Бірдеңе болса болды, ой, ЛГБТ бар екен оларда. Олардың өмір салтын оны түбегейлі қабылдамауға болады, мысалы. Алмай қой өмір салтын. Бірақ ғылымын, өркениетін неге жоққа шығарасыздар олар? Бүтін дүниеде ғылымға кім қолдау керек? Сол жек көретін батыс елдері ғылым мен идеяға миллиардтап қарсы салады. Мына Илон Маск, оңтүстік африкалық иммигрант. Бірақ ақштың арқасында сол мына SpaceX, содан кейін ана Тесласы дүниеге келді. Мына Еуропада, Германияда жас өнертапқыштарға 50 мың евро тегін грант беріледі екен. Швецияда ғылыммен шұғылданғысы келетін мектеп оқушыларына жеке лаборатория ашып береді екен. Ал бізде жас өнертапқыш идеясы емес, тамыр таңысы маңызды. Қолдаудың жоқтығынан ғылымымыз бен ғалымдарымыз түгел шетелге кетіп жатыр. Соңғы мысал, мына қазақ баласының идеясын арабтар сатып алды, осы жақында. Сол халықаралық ғылыми олимпиадада қазақ жастары жүлделі орын алды. Олар жасаған құрылғы әлемдік деңгейде мойындалды. Бірақ не болды? Олардың өнертабысын араб мемлекетінің бір сатып алды, патенттеп алды, былайша сатып. Қазақ баласының идеясы енді басқа мемлекеттің меншігінде, ағайындар. Неге? Себебі өз елімізде оған қолдау көрсетілген жоқ. Бұл бір емес, жүздеген мысалдың бірі ғана. Дарынды жастар неғып кетеді? Осындай жағдайдан кетеді. Жыл сайын жүздеген қазақ ғалымдары мен өнертапқыштар шетелге кетеді. Себебі мұнда олар ешкім керек қылмайды. Батыста сен не ұсынасың деп сұрайды. Ал бізде туысың, байланысың бар ма, связың бар ма деп шығады. Нәтижесінде ғалым кетіп жатыр, кейіміз. Кейлерді бітіп, Алматыда сақтап алып, ғалымдар біртіндеп айырылып жатырмыз. Соңында ылғи тобыр қаламыз ба деп қорқам бар осы Қазақстан. Біз сонда кімнен қорқып жүрміз, айтыңыздар? Мына қате жек көрушілік нағыз қасірет түбі, қасірет. Бізге ұнамайтын кейбір батыстық құндылықтарды қабылдамау орынды, бірақ сол себеппен бүкіл батысты теріске шығару ақымақтық. Олар ғылым мен технологияда алды, әлде қайда алды біз. Олар адам құқығын, идея еркіндігін мойындайтын елдер. Бізге де керек сол емес. Кейлік емес, ғылым керек, еркін ой, әділет. Соларды алсаң болады ғой, солардан үлгі тұтып. Өзіміздің дінімізді, дәстүрімізді сақтай отырып, ақыл ой мен біліммен солардан үлгі алсақ. Болмай ма? Бізде де ақыл бар ғой. Оны батыспен біріксең, бүтін Қазақстаннан қыз-теке болып, еркекке жаппай шауып кетпейтін шығар. Қорта айтқанда бауырлар, шын жау сені қырған еді. Біз батыстан жаңағына гомосексуализмді, соны емес ғылым мен еркіндікті алайық. Бізді Ресей мен Қытай отарлады. Әлі де қысым жасап келеді. Олардың Қазақстанға ықпалы жүріп тұр. Ал батыс сенің біліміңе, идеяңа құлақ асады. Тура соны Қазақстанға алып келді. Таңдауыңды дұрыс жаса. Рахмет, сау сәлеметте болыңыздар. Видеомды бөлісіңіздер. Секеңнен асып, 10 тонна демей, саусақтарыңыз 20 тонна, 100 тонна болса да, ерінбей лайк басыңыздар. Парақшама жазылыңыздар. Видеоны бөлісіңіздер.